Мен Сыдықова Рая Ілиясқызы, Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Ідріс Үргенішбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімін. Мен сіздерге дүниетану сабағындағы Қазақстан рәміздері тақырыбындағы үлгі сабағымды ұсынғалы отырмын. Сабақты бастамас бұрын сыныптағы оқушыларды мына қима қағаздар арқылы 3 топқа бөліп алдым. 3 топқа өздерінің топтарының аттарын 3 тілде таныстыру тапсырылды. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ояту мақсатында Ескендірдің орындауындағы көк тудың желбірегені әні тыңдатылды. Оқушылардың сабаққа деген белсенділігін арттыру мақсатында ойлан да жауап бер әдісі арқылы оқушыларға сұрақтар беріліп, ол сұрақтарға жауаптар алынды. Және оқулықтағы бірінші мәтінді өз бетінше оқу тапсырылды. Оқушыларға топтық жұмыстар берілді. Яғни бірінші топқа қиындыларда мемлекеттік туды құрастыру, екінші топқа елтаңбаны тауып, және онда не бейнеленгенін жазу, үшінші топқа Қазақстан Республикасын таныстыратын рәмізді белгілетіп, не бейнеленгенін атап көрсету тапсырылды. Яғни бұл тапсырмада оқушылар туды құрастырады, елтаңбада не бейнеленгенін айтады. Ой қозғау әдісі бойынша оқулықпен жұмыс жүргізілді. Оқулықтағы 61-ші беттегі суретке мұқият назар аудартып, суретте кімді көріп тұрған, еліміздің туын биікке көтеру үшін қандай үлес қосуға болатындығы сұралды. Шығармашылықпен тапсырма кезеңінде әр топқа өздерінің топтарының туын жасау тапсырылды. Сергіту сәті өткізілді. Одан кейін сен білесің бе айдарындағы Абылай хан туралы мәтінді оқушыларға дауыстатып оқытып, жеті жебе әдісін пайдалана отырып, Абылай ханды сипаттайтын бір сын есімді жазып шығу тапсырылды. Дәптермен жұмыс жүргізу кезеңінде дәптердегі 42-ші беттегі 40-шы жұмыс жүргізілді. Яғни бұл жерде оқушылар қажетті сөздерді тауып, сөздерді көшіріп жазды. Қалыптастырушы бағалау кезеңінде оқушылар еліміздің тәуелсіздігін білдіретін белгілерді атайды, Қазақстанның тәуелсіздігін бейнелейтін суретті салады. Сабақтың соңында ақиқат жалған ойыны ойнатылды. 3 сөзбен әдісі арқылы сабақ бекітілді. Яғни бұнда оқушылар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен өздерінің бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтындай 3 сөзді таңдап айтады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.